Сынарма балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 78-ші сабақ, сабақтың тақырыбы көмектес септік. 38-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақты оқып шешуін тап. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Жұмбақтың жауабы тоқылдақ. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, кімдермен, немен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атаймыз. 69-ші жаттығуға қараймыз. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Дәптерлеріне мұқият әдемі көркем етіп көшіріп жазыңдар. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақ бидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат мұз айдынға атасымен келді. Сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлем мүшелеріне талдаңдар. Мұхиттар, нелер? Берді бастауыш болып тұр. Теңіздермен, нелермен? Толықтауыш, жалғасып жатыр. Не істеп жатыр? Жалғасып жатыр. Берде баяндауыш. Ақ бидай. Не? Бастауыш. Күннің, ненің? Анықтауыш. Нұрымен. Толықтауыш. Жаңбырдың. Анықтауыш. Суымен. Толықтауыш. Өседі. Баяндауыш. Гүлсім кім? Бастауыш. Табиғатты аялау туралы анықтауыш. Әңгімені толықтауыш. Зор ықыласпен. Пысықтауыш, яғни зор ықыласпен деген сызықша нүкте арқылы сызылады. Тыңдады, не істеді? Баяндауыш. Марат кім? Бастауыш. Мұз айдынға қайда? Пысықтауыш, сызықша нүкте арқылы сызылады. Атасымен, кіммен? Толықтауыш. Келді, не істеді? Баяндауыш. Енді балалар 70-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Құрлықтың айнала суымен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Мәтінге ат қой. Мәтінге арал деп қойсақ болады. Көмектес септігінде тұрған сөздер сумен, құрлықпен, немен деген сұраққа жауап береді. Және де сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Балалар 71-ші жаттығуға қараймыз. Ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Тұмсығымен шымшып, құрт тереді шоқып. Яғни бұл жерде тұмсығымен шымшып. Немен? Тұмсығымен деген көмектес септігінің сұрағына жауап беріп тұр. Және де мен деген тұмсық деген атау септігіндегі сөз, мен деген көмектес септігінің жалғану арқылы көмектес септігінің сұрағына жауап беріп тұр. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Бұл жерде неден құлап? Таудан деген сөз астын бір сызықпен сызып қоямыз. Таудан неден? 72-ші жаттығуға қараймыз.
шығармашылық үзіліс. Бізге доптар берілген, сол доптардағы сөздерді оқы дейді. Тек қана көмектес септігіндегі доптарды торға түсір. Қылқаламмен, теңшіде, тағада, кітаппен, еңбекті, құрлықтың, таудан, шымшық деген сөздер берілген. Осының ішіндегі тек қана көмектес септігіне жауап беретін допты алып торға түсіреміз. Қылқаламмен, немен, кітаппен, немен деген бұл жерде қылқалам, кітап деген атау септігіндегі сөздер мен, пен деген көмектес септігінің жалғану арқылы көмектес септігінің сұрақтарына жауап беріп тұр. Сонда бұл жерде қылқаламмен және кітаппен деген допты алып торға түсіреміз. 73-ші жаттығуға қараймыз. Жағдаяттан шығып көр дейді. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасына демалуға барды. Олар суға шомылып, күнге қыздырынды. Өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сынай танытты. Бірін-бірі қуалап, ауылға қарай жүгіріп бара жатты. Балалардың әрекетін қалай бағалар едің? Олардың орнында болсаң, сен не істер едің? Балалардың әрекеті бұл жерде дұрыс емес. Біз табиғатты ластамауымыз керек. Мен олардың орнында болсам, қарбыздың қабығын суға лақтырмай, қоқыс жәшігіне тастар едім. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.